Бәріміз напиток ішкенді жақсы көреміз, әсіресе кола, фанта, пепси, түрлі соктар, горилла, дизи деген сияқты энергетиктер. Су ішкенше соларды ішкіміз келіп тұрады. Тіпті мен де керек болса күні бойы кола ішіп жүре бергім келуші еді, бірақ напитоктар жайлы бар шындықты білгенше. Жалпы олар қалай жасалынады, қандай жағдайда алғашқы болып кім ойлап тапты, қандай мақсатта, қаншама адамдар жай ғана тәтті су ішем деп қайтыс болды. Жалпы қызық болмаған ба? Сіздерге фанта жайлы бар шындықты тиктокта айтып едім, реакцияларыңыз керемет болды. Ал енді бүкіл напитоктарды зерттеп көріп едім, негізі олай жасамағанымда дұрыс еді ше. Менше знаешь, крепче спишь деген бар ғой. Көп созбайық, сәлем мен Диана Кю, қорқынышты шындықтар ашылған ролигімізді бастаймыз. Араларыңызда тархун лимонадын ішіп көргендер бар ма? Осыдан бірнеше жылдар бұрын бір жігіт тархунды ішіп салқындаймын деп ойлап, алайда қайтыс болды. Саша 13 жасар жасөспірім мектепте оқитын жігіт еді. Отбасындағы жалғыз бала болған екен. Сол күні спорт мектептен досымен бірге үйге қайтып бара жатып, ысып кеттік қой деп магазинге кіріп су алмақ болады. Досы басқа напитокты алған екен, ал Саша тархунды алған. Екеуі скамейкада отырып барлығын ішіп қойыпты. Ертесіне Саша ішім ауырып жатыр деп мектепке бармай қойыпты. Бір-екі күннен соң қайта құсып бастаған. Көзі толықтай сарғайып кетіп больницаға жатып қалыпты. Сонда бауыры толықтай істен шығып, организмдегі токсиндер, яғни зиянды заттардың нормадан әлде қайда көбейіп кеткен екен. Ешқандай дәрі көмектеспейді. Тез арада операция жасау керек деп врачтар операциясын бастап кетіпті. Бірақ сол күні таңғы 5-те қайтыс болды. Врачтар Саша тура у ішкенде ғой деп айтқан екен. Сашаға бұндай реакция бергеннің себебінің бірі ол жасыл бояуда деседі. Ал басқа болжам ол тархун напитоктың подделкасы да болуы мүмкін екен. Жалпы именно қайсы екенін ешкім білмейді, бірақ себепші болған тархун екені анық. Мына полиция ағайлар подделка кола жасайтын жерді тексеріп жүр. Коланы магазинде мұқият қарамай-ақ ала саласыздар. Бірақ ол оригинал ма, жоқ па қарап отырмайсыздар. Дұрыс па? Сыртынан почти ешқандай айырмашылығын таппайсыздар. Тек ішіндегі қоспасы оригинал коладан мүлдем басқаша. Исследовании было установлено, что данная продукция является опасной для жизни и здоровья населения. Бұл цехта 23 мыңнан көп коланың подделкалары жасалынған екен. Енді солардың бірі еш қашан қолыңызға түспегеніне сенімді бола аласыздар ма? Сондай подделка колалар көбінесе базарда сатылады екен, және оригинал коладан әлде қайда арзан. Сонымен сыртынан қарап ажырату өте қиын, бірақ дәмі оригинал коладан әлде қайда басқаша болып тұрады. Әрі арзан. Кока-коланың сұмдық қорқынышты шындығына әлі оралатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз напиток ішкенімізде шекерді ішкенмен бірдей боламыз. Енді ең қызықтардың бірін сіздерге көрсетейін. Бұрындары сок немесе басқа да сусындарда шекердің көп екенін қалай анықтағанын біліп шоке боласыздар. Пластик столдардың үстінде әртүрлі напиток тұр. Енді қайсында көп шекер барын көрейік. Сусындарды біртіндеп столға төгіп шығады және міндетті түрде кожаный шалбар киеді де үстіне отырады. Жарты сағат бір орнынан жылжымай отыру керек. Енді жарты сағат өтіп орнынан тұрғанда стол шалбарға жабысып тұрса, онда сол напитокта шекер өте көп деген сөз. Давайте көрейік қайсында көп екен. Жабыспай қалған 3 орындықта квас болған. Ал кола мен пепси құйылғандары жабысып тұр. Демек, оларда шекер нормадан да көп деген сөз. Енді зерттеу бойынша колаға қарағанда пепсиде көбірек екен. Шынымен де маған пепси онша ұнамайды. Ішкенде коладан әлде қайда тәтті болып тұрады. Кола мен пепсидің күніне біреуін ішсеңіздер де нормадан көп шекер организмге түседі деген сөз. Әрине ол өте зиян. Сол үшін хотя бы шыдай алмай бара жатсаңыздар, аптасына 1-2 рет қана ішуге тырысыңыздар. Бұрынғы СССР кездегі напитоктардың сроктары қаншаға дейін болған деп ойлайсыздар? Тура қазіргідей бір немесе бірнеше жыл ма? Жоқ, почти барлығы тек 7 күнге дейін ғана еді. Тем более ашылмаған күйінде. Кәдімгідей бутылкада тұрады, ешкім ашпаса да, бірақ срогі 7 күн. Қазіргілерің 1 жылдан көп тұра береді ғой, дұрыс па? Тіпті сүттің өзіне қазір 1 ай деген срок береді. Ал ол кезде әшейін сусындарға 7 күн берген. Неге десеңіздер, олар толықтай табиғи болған. Ешқандай консервант, химикат жоқ, тек натуральный жеміс-жидектерден жасалған. Мысалы, мына жігіт бұрынғы напитоктардың этикеткаларын жинаумен айналысады екен. Яғни коллекция жасайды. Қараңыздар, қаншамасын жинап қойған. Почти барлығында срок 7 күн деп тұр. Ал қазіргі напитоктар көбірек тұрсын деп небір зиян нәрселерді қосып жасайды. Оған әлі ораламыз.
Бұл энергетиктің рекламаларын айта алмаймын ше. Шаршап тұрсың ба, ұйқың кеп тұрма, энергетик іш. Күні бойы бодри болып жүресің, бла. Бірақ шынымен де сондай деп ойлайсыздар ма? Америкадағы ғалымдардың 5 жыл бойы зерттеулері бойынша энергетиктерді күнде іше беретін адамдар ақыр соңында наркотик, алкоголь деген сияқты нәрселерге де зависим болып қалады екен. Демек, барлық энергетиктерде адамдарды өзіне байлап қоятын нәрсесі бар деген сөз. Және солардың ішінде ең жаманы ол кофеин. Шынымен де күнде ішетіндер ойбай ұйқымда ашайыншы деп емес, әшейін ішкісі келгеннен іше береді. Дұрыс па? Оның ішінде әртүрлі химикаттардан бөлек 14 үлкен қасық шекер бар екен. Ойлаңыздаршы, 14 үлкен қасық. Ал сіз күніне бірнешеуін ішуіңіз мүмкін. Сонда кофеиннен бөлек қаншама шекер барып жатыр организмге. Или адамды өлтіріп тынады, или оңбай диабет болып қаласыздар. Диабеттердің өмірін айта алмаймын. Ешкімнің басына келмесін. Күнде бүгін өліп қалам ба деген оймен жүреді. Кофеин кофеде де бар ғой. Адамдар күнде кофе ішеді ғой дерістер. Бірақ ол қайнаған суға ерітілген күйінде. Ал энергетиктерде газировкада болады және одан бөлек қаншама химикаттар қосады. Адамдарды зависим қылу үшін, көп уақытқа дейін бұзылып кетпей шыдау үшін, уақытша энергия сыйлау үшін. Ал қайтыс болған адамдарға келсек, жылда қаншама адамдар қайтыс болып жатқанын тиктоктан да, жаңалықтардан да көріп жүрсіздер. Почти барлығы жастар, яғни жасөспірімдер, 20-ға толмағандар. Бәрінде бір диагноз, ол жүректің тоқтап қалуы. Міне кофеин жүрекке солай әсерін береді. Күнде ішетіндер былай қарап тұрсаңыздар, әшейін бір жаны жоқ напитоктың алдында тәуелді, зависим, соған байланып қалған. Араларыңызда ішіп жүргендер болса ойланыңыздар. Ерте өлім керек пе сіздерге? Коланы Джон есімді доктор ойлап тапқан. Иә, доктор. Ол Вин Мариани деген алкогольді сусынға қатты ғашық болған екен. Енді ол алкоголь болған соң қалай одан жеңіл түрін балаларға дейін бәрі іше беретіндей әрі арзан болатындай етіп жасасам болады деп ойланып жүріп, Кока-кола сиропты ойлап тапты. Иә, біз ішіп жүргендегідей газировка емес, сироп кола. Жасағанын аптекаларға апарып көрсетеді. Олар, жақсы екен деп продажаға шығарады. Қазір көп өсек бар. Кола басында дәрі ретінде сатылған деп. Бірақ жоқ, ол өтірік әңгіме. Аптекада сатылғаны рас, бірақ дәрі ретінде емес. Білмеймін ғой, сол кезде напитоктар аптекада сатылған-ау деймін. Бірақ құр сироп қылып сатқанда онша адамдарға танылмады. Кейін оны газировкамен араластырып сата бастағанда болды. Сол кезден бастап бәрінің аузында тек Кока-кола. Қазіргі колаларды да сондай сироппен араластырады. Мен өзім бір кафеде жұмыс жасағанымда разливной коланы былай сататынбыз. Бізге сироп алып келеді, сол сиропты аппаратқа жалғаймыз, ал ол аппарат газировкамен араластырып шығарып береді. Иә, сондай. Енді бірінші шыққан колада, яғни сиропта наркотик болған екен. Әрине адамдарды зависим қылу үшін. Қазіргі колада наркотик жоқ, бірақ кофеиннің өзі жетіп артылады. Біздің коласыз өмір сүре алмай қалуымызға. Мына легенданы естімеген адам жоқ шығар. Кока-коланың формуласын, рецептін әлемде ешкім білмейді. Тек 2 адам ғана біледі және оларға ешқашан бірге жүруге болмайды. Коланың формуласы үлкен сейфтің ішінде құлтаулы тұр. Оны ешқашан адамдарға айтпайды деген. Бұны естіген адам жоқ шығар және әлі де бәрі соған сеніп жүр. Бірақ әрине бұның бәрі өтірік. Әшейін Google'дан іздесеңіздер, коланың формуласы тұр. Иә, осы видеодан соң іздеп көріңіздер, коланың формуласы деп, сосын не шықты комментке жазыңыздар. Бірақ алғашқыда шынымен де бәрінен жасырып келген. Кейін бір журналист байқаусызда көріп қалған, содан кейін кітапқа жазып бәріне жариялаған. Иә, сол журналист болмағанда әлі де білмей жүретін бе еді, кім біледі. Бұрынғы кездері коладан отравление болған балалар өте көп болған. Кейін Coca-Cola компаниясы зерттеп не деп айтты деп ойлайсыздар? Біздің колада тұрған ештеңе жоқ, оның бәрі ауаның бұзылғанынан. Иә, осылай айта салған болды. Бұл әрине бұрындары, яғни 20-шы ғасырларда болған-ау. Бірақ қазіргі колалардан отравление болатындар тым аз. Бірақ бұл Coca-Cola зиян емес деген сөз емес. Мынандай теория бар. Бір бокал кола ішсек, біздің 1 айлық кальцийімізді жоқ қылады екен. Ал кальций аз болса, бірінші болып тісіңіз кетеді. Тісіңіздің шірігі болмаса да ауыра беретін болады. Кейін бүкіл сүйек әлсірейді. Сәл нәрсеге сындырып ала беретін боласыздар. Кейін әрине қайта құсу, бауырдың жаймен шіруі деген сияқты аурулар пайда болады. Бұл аурулардың бәрі ешқашан бірден болмайды. Жаймен организм күнде уланып жатқанын байқамай жүресіздер да, кейін оңбай ауырып қаласыздар. Сол үшін әшейін қалап тұрмын, ішкім келеді демей, кішкене мұқият болайық.
Негізі фанта жайлы тиктокта айтып қойып едім, көрмегендер үшін тағы да айта салайын. Өміріңізде бір рет болсын фантаны қалай ойлап тапқан өзі деп ойлап көрдіңіз бе? Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Кока-Коланы басқа елдерге алып бару тоқтатылды. Әрине компанияның табысы төмендеп бастады. Продажаны тез көтеру үшін қолда бардың бәрінен напиток ойлап табамыз деді. Енді адамдарға фанта алманың және әртүрлі жеміс-жидектердің қосындысынан жасалған деп айтты, бірақ олай емес. Ал негізінде алғашқы шыққан фантаның құрамында алманың қалдықтары, яғни мусорға тасталынған қабықтарынан және кәдімгі сыр бар ғой, соның да мусорға кеткен қалдықтарынан жасап шығарған екен. Яғни қолда бардан жасадық дегені тек қоқыстар, мусорлар. Жай ғана сол мусорларға қант қоса салған ба, сонда білмедім. Соған қарамай фанта адамдардың арасында әжептәуір атақты болған. Болды, енді фанта ішпеймін деуге асықпаңыздар, өйткені қазіргі фанталар ондай емес. Вполне ішуге болады. Әрине асырып жібермеңіздер. Иә, бүгінгі роликті осылай басқаша етіп тарихты кішкене ақтаруды жөн санадым. Сіздерге ұнады ма? Иә десеңіздер, лайк басып, жақсы бір коммент жазып, кейін міндетті түрде тіркелуді де ұмытпаңыздар. Тезірек 100 000 оқырманға жетіп күміс кнопка алайыншы, көмектесіңіздерші. Ал сіздермен болған Диана Кю, келесі роликте кездескенше.